Достар, қазірден бастап Қазақстан билігі жоқ. Қазақстан билігі әзірше уақытша менің қолымда, сондықтан мен сіздерге тапсырма берейін. Су тасқыны бойынша қазір 8 облыс зардап шегіп жатыр. Соған байланысты әрбір адам қолына күрек алсын, қапшықтарын дайындасын. Және де Каспий құлақтарын ашып қойсын, дайын болсын бір-біріне көмектесуге. Барлық мемлекеттік қызметкерлер өздерінің шекарасын қорғау керек. Яғни ол мектеп болсын, ол аурухана болсын, ол басқа да қоғамдық қызметке көрсету орындары болсын, сол жұмысшылар бүгін жұмыстарын босатып, өздерінің ауласын су тасқынынан қорғауға көшті. Міне, осындай тапсырмалар. Және де төтенше жағдай қызметкерлері 24/7 жұмысқа көшу керек. Барлық запастағы кадр офицерлерді оятыңыздар, жұмысқа белсенді түрде аралассын. Көрші Қазақстаннан және Өзбекстан бауырларымыздан дамбыны қадағалауды сұраймыз. Және де Ресей аумағынан келетін қауіпті үлкен өзендерді күзетуге арнайы адамдарды қою керек міндетті түрде. Қазақ елі бізге қауіп төніп тұр. Апатты жағдайлар тағы да биыл қайталанып жатыр. Себебі осыған дейін болған үкімет өзінің әлсіз жүйесімен барлығын құртқанын сіздер өте жақсы білесіздер. Алайда бүгіннен бастап осыны біз қолға алайық.